сараңдықтан абайлаңдар дейді. Үмбетін айтып отыр. Неге Аллахтың елшісі? Инна шуха ахлака мен кана қаблакум. Сендерден бұрынғы буындарды құртқан осы сараңдық дейді. Қараңыз. Хамалахум ала ан сафика димаахум дейді. Бұл сараңдық сондай бір қылмысқа дейін апарған дейді бұл адамдарды. Қараңыз. Біреудің қанын төгуге дейін апарған дейді. Екінші нәрсе. Екіншісі қаттағу архамахум. Туысқандық байланыстарды үзе салуға дейін апарған дейді. Сонда ойлаңыз, сенің малың туысқаныңнан артық болып кеткен. Кімнің құлысың сен енді? Малдың құлы болып кетпес үшін парыз қылып отыр Алла Тағала зекетті. Сосын зекет ол бастап беретін есігі, ар жағы өсетті, ар жағында сен оған қанағаттанбай тағы не берсем болады Раббым деген жүрегің ашылу керек та. Сол кезде жаңаға садақалар кетеді, қайырымдылық істер кетеді. Түгің жоқ болса ше, түгің жоқ болса өзіңнің уақытыңды бер. Біреуге барып үйін көмектесіп жібер, біреуге барып бір нәрсесін салысып жібер. Мүмкін емес түк жоқ болу деген нәрсе. Өйткені не жұмсайсың? Жұмсайтының болмаса өзің жұмсал. Өйткені мәселе тек жұмсау деген сөзге тоқталып тұр. Жұмсау, инфақ Құранда келетін. Юнфиқун, жұмсайтындар. Ешқашан мал, дүниеге деген махаббаттан біз ажырай алмаймыз. Оны Алла үшін беріп үйренбейді. Сосын Алла Тағала сіз үшін үлкен жәннатты атағаннан кейін, қараңыздар, саудаға жәннатты қойып отыр. Ол жәннатты қойғаннан кейін сенің анау-мынау нәрселеріңді өте бермейді кейде. Сол үшін Али-Имран сүресінде айтады: «Лән таналул бирра». Жан тазалығына жете алмайсыңдар, хатта тунфиқу мимма тухиббун. Сүйетін нәрсеңнен жұмсамай дейді. Неге сүйетін нәрсемнен жұмсау керекпін, Раббым? Оны Алладан артық сүйіп кетпеуің үшін. Алла сенің махаббатың. Таухидың сол. Сенде одан басқа мақсат жоқ. Дүниеге келудегі түпкі мақсатың сол. Сол түпкі мақсаттың алдына барасың. Күллі берген нәрсе соныкі сынақ үшін. Алланы сүйуге апаратын іс мына екеуі де, намазда, зекетте. Егер де біреу сараңдық танытып бермейтін болса, пайғамбарымыз салам ескертіп айтады: «Мән аталлаху мәлән», Алла Тағала кімге мал дүние берсе, фәләм юадди закатаху, сөйтіп ол оның зекетін атқармаса, зекетін шығармаса, муссила лаху малуху яумал қиямати шуджаған ақраға лаху забибатан дейді. Алла Тағала оның осы дүниеде жұмсамай, тығып ұстаған малының барлығын қиямет күні жыланға айналдырады дейді. Міне, бұл оп-оңай. Мұсаның аса таяғы жыланға айналған. Сөйтіп біреуге бергісі келмей тықлаған қазынасын аталған малға жыланға айналдырады дейді. Ол жылан өте үлкен болады дейді. Сондай бір жылан ақыра, маңдайы жып-жылтыр болады. Пайғамбарымыздың көзіне көрсетілген нәрсені айтып отыр. Маңдайында екі қалы болады дейді. Жағы екі тісі болады дейді. Маңдайының жылтырлығы уының көптігінен дейді. Сөйтіп, жаңағы адам бетіп келеткен кезде қияметте, анау жылан артынан келетір дейді. Міне. Ятбағу сахибаку хайсу базағаба. Қайда барса артынан келетір дейді. Анау бірінші ата қорқытады екен адамды. Жаңағы сараңды. Қорқып, бір кезде қараса фатихан фаху, аузын ашқан дейді. Күл сахи хадистегі нәрселер мысалы. Аузын ашып артынан келетір. Ваху аяфирру минху. Ол одан қашып бастайды дейді. Қашып бастап, құтыламайтын көрген кезде айтады дейді: «Уайлака ма анта». Ойбай-ай, мынау сен кімсің өзі, несің? Бір кезде сөйлейді: «Ана малука», мен сенің малыңмын. Міне нені сүйген боласың ертең. Мен сенің малыңмын. Әлләзи күнда табхалу бихи, сен сараңдық қылған малыңмын. Сен тығып ұстаған малыңмын. Байлығы одан да көп біреу болатын болса, ана канзука деп айтады екен. Мен сенің қазынаңмын.
әлләзи хабаатаху, сен жасырып ұстаған сейфте, немесе қазіргі тілде банкте. Мен сенің қазынаңмын. Сен менен ажырағың келмеді, міне, мен ажырай алмай келатырмын. Әлемдердің Раббысы солай бұйырған. Валлахи дейді пайғамбарымыз, Алламен анда дем, лән тәзәлә дейді, ән татлубаху, артынан ілесіп қоймай қояды, хатта ютауақаху, мойнына кеп байланғанша дейді. Мойнына кеп байланып сылдаған кезде, ана адам ятфағу биядихи, ана қолымен қайтарғысы келіп, қолын қайтарған кезде, ана қолды тістеп жібереді дейді орнынан. Сөйтіп келесі мүшелеріне кіріседі деген. Міне, Алладан басқа нәрсені сүюнемен аяқталуы мүмкін. Міне, Алладан басқаға қарай жүрегіңді берсең, қалай болуы мүмкін да. Сол кезде пайғамбарымыз жаңағы аятты оқиды, Али Имран сүресіндегі. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Әлгі біз өздеріне мал беріп сараңдық танытып жүргендер мына өмірде ойламасын, есептемесін, жинап отқан нәрселері хайыр деп өздеріне. Бәл хуа шаррун лахум, нақты айтайын, бұл жамандық дейді өздеріне жинап отқан. Саютауақуна бихи яумал қияма, қиямет күні мойындарын орайды дейді. Жылан болып келетін нәрсе.